Okudan alır bu. Aha. Aha, tamam. Бүгінгі күнім жақын үшін Жақын болсын дейді. мейірімді тұрғышы бол. Әлмира сабағында 5-мен бітір. Мұғалім оқушыларымыз білімді көп болсын. Білімді оқушыларымыз көп болсын. Бірақ міне өте жақсы. Осымен жай ғана орнымызға жайғасамыз, шардың түстеріне қарай топқа бөліне қойып, орнымызға жайғасамыз. Оқушы қатардан қалуымыздан кейін жаңа бірінші топ, бізде топ 3 топқа бөліп отырмыз. Сабақ басталды. Мен бүгін кезекшімін. Мен тақтаны сүрттім. Терезені ашып қойдым. Гүл суғардым. Қоқыс шелегін босаттым. Кезекші өз міндетімді жасадым. Сабақ аяқталды. Жақсы балалар, өте жақсы орындап шыққан сияқты. Үй тапсырмасын, иә? Біздің сынып. Ali жазды? әңгімелеу мәтіні, пайымдау мәтіні, сипаттау мәтіні. Онда мен ойымдағы Міне балалар, біз айтып отырмыз ғой, иә? Мәтіннің үштерін міндетті түрде жатқа білуіміз керек. Оның бірінші әңгімелеу мәтін екенін, сипаттау мәтін екен, және пайымдау мәтін екен. Олардың барлығының қандай ерекшеліктері бар, қандай тірек сөздер бар, оның бәрін жатқа білуіміз керек екен. Міне оған үй тапсырмасына өте жақсы тоқталдық. Үй жұмысын барлығымыз орындап келдік. Берген сұрақтарға толық жауап бердік. Енді қазір оқулығымызды ашайық, балалар. Оқулығымызды ашып, осы бүгінгі тақырыбымыз балалар, мәтіннің сипаттау түріне тоқталамыз балалар. Мәтіннің сипаттау түріне тоқталамыз. Ешне дейміз ба? Сие дейміз, е? Күнделікті өздерін айтқан тілдердің қазақ еді, қазақ көсеге мынау нені сүреті? Нені? Күнделікті өзіміздің тұтынып жүрген қасығымыз, иә? Мынау? Бұнда қасық екен. Ал енді балалар, бүгінгі біздің сипаттау мәтініне салыстырамыз. Осыларды салыстырайық, сипаттаймыз. Қарбыз бен мынауымыз қалампыр дейміз, е? Қалампыр дейміз, бұны перец деп айтуға болады, орыс тілінде перец дейміз. Қазақша қалампыр дейміз, иә? Қалампыр мен қарбыздың екеуі бізде кітабымызда былай дейді. Қалампырымыз қызыл болса, ал қарбызымыз үлкен дейді. Бұл жердегі заттардың дұрыс салыстырды ма, дұрыс емес салыстырды ма, қатесін табайықшы балалар. Дұрыс. Қалампыр қызыл, қарбыз үлкен деген ол қате пікір, е? Келесі. Аха, айта ғой. Мен мектепке барамын. Мектепке барамын. Аха. Себебі? Себебі мен оқушымын. Я пайымдау мәтініне, оның ерекшеліктері бар ғой? Пайымдау мәтінінде тірек сөздер бар, е? Не себепті? Біріншіден, өйткені, екіншіден деген сөз тіркестері бар, е? Жақсы, келесі. Келесі ұяшықты Санжар таңдай ғой? Мен 4-ші ұяшықты таңдаймын. 4-ші ұяшықты таңдайық балалар. Құрметті оқушылар, менің сендерге қоятын сұрағым мәтіннің құрылымдық бөліктерін атаңдар. Ал, түсінікті ма сұрақ? Мәтіннің құрылымдық бөліктерін атауы. Аймира? Мәтіннің құрылымдық үш топқа бөлінеді. Бастауы, негізгі бөлігі, соңы. Мәтіннің бастауы, мәтіннің негізгі бөлігі, мәтіннің соңы. Отыра ғой. Сыймаса, әрине астына жалғастырып жаса бер. Ол зәулім үйдің суретін салды. Зәулім, ішімізден айтып отырамыз. Зәулім. Ұлының басын дұрыстап салайық. Зәулім. Ол зәулім. Үйдің.
Әріптерімізді дұрыстап әдемілеп саламыз. Көркем етіп жазып үйреніңдер балалар. Үйдің суретін әріптерімізді біркелкі саламыз. Суретін соңында болсын, сөйлемнің басында болса да, кісінің аты үлкен әріппен жазылады. Марат бояумен сурет салды. Бояумен балалар қараймыз. Әртүрлі бояу өз орнын тапты. Неліктен әртүрлі бояу өз орнын тапты дейді? Бәрінен суреті Мараттың бояу. Ал, толық жауап берейікші балалар. Неліктен? Марат? Ай бала. Мен 6-шы яшықты таңдаймын. 6-шы яшықты. Тыңдайық. Сәлемет сіздерге балалар. Менің сіздерге бір тапсырмам. Пайымдау мәтінінен мысал келтір. Пайымдау мәтініне мысал келтірейікші. Кәні? Пайымдау мәтініне. Али? Пайымдау мәтініне қандай сұрақтар ойлап балалар? Ережесін айтып жіберейікші, ережесін. Біріне кие бірі болатын. Жоқ, баба. Пайымдау мәтіні үшінші сурет бойынша пайымдау мәтінін құрастыруға болады. Пайымдау мәтіні үш бөліктен құралады. Бірінші бөлікте түсіндіруді, дәлелдеуді қажет ететін ой қажет ететін. Мен өз сыныбымды жақсы көремін, себебі ол таза, әдемі. Біз оқушылармен сабақтың алдында сыныпты тазалаймыз. Өте жақсы. Аймира? Сыныпта әдемі гүлдер көп. Біз гүлдерге су құямыз. Сондықтан осы гүлдер өсіп тұрады. Осы гүлдер сыныпқа сәндік беріп тұрады.